Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен сіздерге бүгін барлық пәннен қолдануға болатын көбелек аулау әдісін көрсетпекшімін. Көбелек аулау әдісін сұрақтарға жауап беру арқылы көбелекті аулайды. Және дұрыс жауап берген оқушыға гүлдермен бағалап отырамын. Кім шығады, балалар? Санжай, Диас шығамыз. Мені қолдарына қармақ беремін. Қан екі шетке тұрамыз. Мен сұрақ қойып, қан екі шетке тұра қойыңдар. Зат есімнің сұрақтары. Жарайсың, Диас. Қазақ тілінде неше септік бар? 7 септік. Жарайсыңдар. Кім не сұрағына жауап беріп тұрған сөз табамыз? Жарайсың, Диас. Етістіктің сұрақтары. Жарайсың, Санжай. Пысықтауыштың сұрақтары. Пысықтауыш. Жарайсың, Диас. Толықтауыштың сұрақтары. Диас, жарайсың. Етістікке жауап беріп тұрған. Сөз. Сөздер. Жарайсың, Диас. Кімге қанша бал болды? 1 бал. Жарайсың, отырамыз. Жарайсыңдар, балалар. Осы әдіс тәсілдерді өз сабақтарыңызда тиімді пайдалансаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.